Сәлем достар, Алтын Алма каналына қош келдіңіздер. Осы видеода біз бірге мамықтай жұмсақ, өте дәмді тоқаштар дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бөлкелеріміз өте жұмсақ, қатпарлы және ортасына өзіңіз қалаған кез келген салманы сала аласыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен жылы сүтке қант, тұз, сұйық май, бір жұмыртқаның ақуызын және ашытқыны қосып, барлығын бірге араластырамыз. Ашытқыны толықтай ерітуіміз қажет. Дайын болған сұйық массаға ұнды қосып, жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Бастапқыда қамырды силиконды күрекше немесе қасықтың көмегімен араластырған ыңғайлы, кейін әрине қолмен илейтін боламыз. Ұнның жеткілікті мөлшерін қосқаннан кейін тығыз емес, жұмсақ, қолға аздап жабысатын қамыр шығады. Осы дайын болған қамырымызды майланған ыдысқа салып, бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге көтерілуге қоямыз. Менің қамырым 1,5 сағаттан кейін осылай ашыды. Енді оны үстелге аунатып, кішкене илеп, ауасын шығарамыз. Үстелге кішкене ұн сеуіп, қамырды қойып, оны сопақша формаға келтіру керек. Кейін сол қамырды өзіңізге керек бөліктерге бөліп аласыз. Мен 9 бөлікке бөлдім. Қамырдың әр бөлігін алып, домалақтап, оның бетін ас үй сүлгісімен жауып қою қажет. Кейін барлығын видеода көрсетілгендей жасаймыз. Яғни қамырдың бір бөлігін алып, оны қолмен немесе қалаған жағдайда оқтаудың көмегімен кішкене жайып алып, үстіне бөлме температурасында тұрған сармайды кисточка немесе жай ғана қасықтың көмегімен жағып, қамырды ұлу етіп ораймыз. Яғни рулетке орап, қайтадан сүлгінің астына қоямыз. Бұның барлығын жасау міндетті емес, бірақ егерде сіздер булочканың қатпарлы болғанын қаласаңыз, онда міндетті түрде жасап көріңіз. Және осылай жасаған кезде қамыр бірнеше рет көтеріліп үлгереді, бұл нәтижесінде булочкалардың жұмсақтығына да әсер етеді. Мен май жағып оралған бөлікті алып, қолмен жайдым. Енді оның үстіне өзіміздің салмамызды саламыз. Мен салма ретінде сүзбемен қантты араластырып, бөлкелердің ортасына қостым. Ендігі кезекте тоқаштарды әдемі түсеуді үйренетін боламыз. Начинканы қамырдың арғы бөлігімен жауып, бергі бөлігін пышақтың көмегімен жолақшалап кесеміз. Әр жолақты қамырдың салмасы бар бөлігіне жабыстырамыз. Және соңында бөлкеміз әдемі болу үшін екі шеткі ұшын бір-біріне жақындатамыз. Тоқашты осындай формаға келтірдік. Булочкаларды пергамент қағазы төселген противеннің үстіне қойып, қалауыңызша сүт және жұмыртқамен жағып шығамыз. Сонда піскеннен кейін олар әдемі жылтырлап тұратын болады. Мен булочкаларды қосымша макпен әрлеген болатынмын. Бөлкелерді 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіреміз. Осыменен біздің ең жұмсақ, ауызда еритін тоқаштарымыз дайын болды. Рецепт ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Ас болсын.